Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз антиагреганттар тақырыбын талдайтын боламыз. Қанды сұйылтатын препараттар. Енді қан қалай ұйиды? Бізде терімізден бір жерімізден қан кетсе, ол гемостаз арқылы тоқтайды. Гемостаз дегеніміз қанның тоқтауы. Ол біздің қорғаныстық рефлексіміз, яғни біздің өліп қалмауымыз үшін, қанның бәрі сыртқа ағып кетпес үшін бізде осындай қорғаныстық рефлексіміз бар. Енді гемостазға не қатысады? Бізде 4 фактор бар: тромбоциттарлық фактор, плазмалық фактор, қантамыр эндотелия, қантамыр субэндотелия деген. Енді бізде қантамырлық фактор екіге бөлінеді: эндотелий, субэндотелий. Эндотелийде бізде плазминоген активаторы, простациклин, антитромбин 3 АД фаза, ал субэндотелийде коллаген хагемон фактор орналасады. Енді бізде бір жеріміз зақымдап алған кезде осы коллаген хагемон фактор бірден активтеліп кетеді. Бүкіл тромбоциттерді активтеп бізде қанымызды тоқтатуға қатысады. Ал мына эндотелийде орналасқан плазминоген активаторы, простациклин, антитромбин 3 ол бізде яғни қанымызды сұйылтып күйде ұстап тұрады, яғни тромбоциттерді активсіз күйде ұстап тұрады. Одан кейін бізде бауырдан өндірілетін қан ұйитын факторларды, қан ұйытуға қатысатын факторлардың бәрін активсіз күйде ұстап тұрады да, қанымыз не сұйып кетпейді, не қанымыз қатты қоюланып тромб түзіліп кетпейді. Осы яғни қантамырлық фактордың маңызы зор. Енді осының алдыда талдаймыз. Бізде гемостаз, яғни қанның тоқтау екіге бөлінеді: біріншілік, екіншілік деп. Ол бізде біріншісі ол тромбоциттарлық фазада бізде 4 фазасы бар өзінің: рефлекторлық спазм, адгезия, агрегация, ретракция деген. Ал коагуляциялық тромбопластин түзілуі, тромбиннің түзілуі, фибриннің түзілуі, ретракция. Келесі тақырыпта осы біз коагуляциялық физиологиясын талдап шығамыз, одан кейін осының патофизиологиясын, патофармакологиясымен байланыстырып жақсы түсіндіруге тырысамын. Енді бізде жаңағы мына бізде қантамыры. Бізде қантамыр жаңағы эндотелий, одан кейін субэндотелий қабатынан тұрады. Міне субэндотелий, яғни эндотелийдің асты деген мағынаны білдіреді. Сосын бізде қантамыр зақымдалған кезде коллаген көрініп қалса, жаңа айттым ғой, бірден тромбоциттер активтелініп кетеді. Ең бірінші ол бізде рефлекторлық спазм болады. Бізде қан кеткен жерден тамырда бірінші рефлекторлық спазм болады, уақытша қанды тоқтатуға қатысады. Екінші саты бізде адгезия сатысы. Адгезия сатысында, яғни тромбоциттің осы зақымдалған жерге келуі деген мағынаны білдіреді адгезия деген сөз. Яғни коллаген сосын гликопротеиндік А деген белок арқылы бізде келеді. Гликопротеиндік А деген белокпен байланысады осы кезде, сосын тромбоциттер рецептор орналасады. Осы рецептор сезеді, бізге уже қан кетіп жатыр, бізге тромбоциттер көмектесіңдер деп мына жерде ағзамыз айтады осылай. Енді адгезия сатысы болды. Енді адгезия сатысынан кейін активациялану сатысы. Жаңа енді адгезия болып келді. Тромбоциттер мына жерге келіп алды. Енді бізге қолымнан қан кеткен кезде екінші қолымнан басқа жерде жүрген тромбоциттер осы жерге активацияланып келу керек. Осы жердің бәрін істеу керек, басқа тромбоциттерді активациялап қанды тоқтату керек. Енді осы кезде біз не қатады? Коллагеннен фактор фон Виллебранда шығады. Фактор фон Виллебранда осы коллагенмен сосын тромбоциттің ішінде орналасады. Тромбоцит негізінен ядросы жоқ, ішінде бірақ гранулалар бар. Осы гранулалардың ішінде түгел осы факторлар бар қан ұйуға қатысатын. Ол фактор басқа тромбоциттерді зақымдаған жерге шақырады. Активацияның сатысы дегеніміз осы. Енді бізде агрегация сатысы қатысады. Агрегация сатысы дегеніміз уже екі тромбоциттің бір-бірімен жабысуы деп аталады. Енді осы кезде не қатысады? Бізде қалай агрегацияға қатысады? Бір-біріне қалай, не үшін жабысады? Бізде мықты комплекс түзіп ұстау керек, сосын жаңағы қантамырын бітеп ұстау керек. Енді бұл жерде гликопротеин 2А, гликопротеин 3А, фибриноген байланыстырушы белок, осы белок арқылы тромбоциттер бір-бірімен жабысады. Енді бүкіл механизмдер осы гликопротеиндік белокты жабыстыруға арналған, негізделген. Енді қалай жабысады деген сұрақ туындайды осы кезде. Енді бізде жаңа айттым ғой, гранулалардың ішінде гликопротеиндік бір А деген не болады? Белок болады. Осы гликопротеиндік бір А бізде арахидон қышқылынан бөлінеді. Арахидон қышқылынан ЦОК1 бөлінеді. ЦОК1-ден ары қарай уже мен кішкене бетке айтып кетемін, сосын ар жағында толық механизм талдаймыз. ЦОК1-ден тромбоксан А2 бөлінеді. Тромбоксан А2-ден бізде тромбоксандық рецептор. Екінші тромбоциттердің бәрінде тромбоксандық рецептор орналасады. Тромбоксандық рецептор сразу болады да, осы бізде гликопротеиндік белокты бір-бірімен жабыстырып тастайды. Мәні осы. Яғни бұл жерде көп мыңға дейін нелер болады ғой, например, 180 мың. Мен біреусін ғана өсіп не істеп алдым. Әйтпесе олар бір-бірімен жабыса береді осы белок арқылы. Мен осы, яғни нақты түсіну үшін екі-ақ тромбоцитті байланыстырдым. Әйтпесе олар конфигурацияға ұшырайды да, бір-бірімен жабыса береді негізі. Енді
агрегация сатысында тағы тромбин осы бізде жаңағы қан ұйытушы фактор, ол белокты, ол бауырдан бөлінеді. Осы тромбинде бізге рецепторына әсер етеді, тромбинге рецепторға әсер етеді. Бізде осы гликопротеиндер 2А мен 3Аны белокты бір-бірімен байланыстыруға қатысады, яғни осыны активтейді, сол кезде қосылады. Бұл екінші механизм. Енді бізде үшінші АДФ бар. АДФ уже одан кейін пуринергиялық рецепторға әсер етеді. Пуринергиялық рецептор әсер еткеннен кейін уже бізде жаңағы ол да осы гликопротеиндік белокқа әсер етеді. Яғни үш механизм арқылы бізде осы тромбоциттер бір-бірімен агрегацияланды. Енді біздің антиагреганттар осы тромбоциттің агрегациясына қарсы негізделген осы механизмдер жояды. Енді антиагреганттардың классификациясын талдаймыз. Антиагреганттар СОК1 ингибиторы, аспирин мен ол уже аспирин 75-100 мг-қа дейін. Яғни 100 мг-нан асып кетсе уже қабынуға қарсы болып кетеді. Сол үшін кардиомагнил деген препарат. Төменгі дозаның аспирины болу керек. Ацетил салицил қышқылы кәдімгі. Пуринергиялық рецептор антагонистері, яғни блокатор. Клопидогрил деген препарат жатады. Қазір толық талдаймыз. И одан кейін гликопротеиндік рецептор блокаторлар. Жаңағы гликопротеиндік 2А, 3А деген белокты біздің істейді. Тежеп тастайтын осы аптиксимаб, тирофибан, эптифибатид деген препараттар. И фосфодиэстераза ингибиторлар, дипиридамол. Енді біз жаңағы механизмді толық ашайық енді. Енді бізде любой органда мембрана болады. Любой тінде. И осы мембрана зақымдалса, бізде фосфолипид. Ол уже фосфолипидтен тұрады мембрана. Фосфолипид зақымдалады, сразу фосфолипаза А2 деген фермент бөлініп кетеді. Фосфолипаза А2 әсерінен арахидон қышқылы бөлінеді. Яғни қабыну механизмі мынау. Қабынудың ютубта несі бар, видеосы бар, соны толық қарап шығыңыздар, сол кезде түсінікті болады. СОК1-ді бөледі осы бізде арахидон қышқылы, СОК1 циклдік эндопероксидтер бөлінеді. Циклдік эндопероксидтер уже бізде қабынуда көп нәрсе бөлінеді. Мен мына жерде бір-ақ нәрсе айтып тұрмын, яғни осы тромбоциттің агрегациясына қатысатын осы тромбоксан А2 қатысады. Тромбоксан синтаза ферменттің көмегімен. Енді бізде мына екінші неге өтіп кетейік. Мына екінші не деп ойлаңыздар, тромбоцит. Осы тромбоксандық рецептор әсер етті. Тромбоксандық рецептордан одан кейін уже біз жасуша ішілік сигналы басталды. GA белоктан уже бізде инозитол трифосфат көтеріледі, активтеледі, бір сөзбен айтқанда. И ол кальцийдің деңгейін көтереді. Кальций бүкіл ағзамызда бізде, яғни қосатын негізгі осы кальций ғой, бүкілін қосып беретін, нейронды да өткізіп беретін, импульсты өткізіп беретін кальций. И ол бізден әсер етеді, жаңағы гликопротеиндік белокты әсер етеді, тромбоциттің агрегациялап жібереді. Екінші бізде енді қанымыз неге тромбоциттер қалай активсіз күйде жүреді, оны бізде простациклин көмектеседі осы кезде. Яғни осыған бізде антагонист, осы процеске қарама-қарсы зат простациклин деп аталады. Простациклиндік рецепторды әсер етті, ол уже JAS белокқа әсер етеді. JAS белок аденолациклазаны әсер етеді, и ол бізде CMAF-ты көтереді. CMAF деген ол АТФ-тан алынатын зат. Осы CMAF уже кальцийдің деңгейін түсіріп тастайды, уже міне бұл уже кәдімгі нормада уже біз осы гликопротеиндік слэшті қоспайды. Көрдіңіздер ғой, CMAF арқасында простациклин көмегімен. Енді АТФ мынаған қарама-қарсы. Енді қанап атқанда уже мынау қосылады кезде сосын простациклин уже активсіз күйге ауысады. АДФ уже пуринергиялық рецепторға әсер етті, GA белок аденилациклазаны тежеп тастайды осы кезде. АДФ осыған әсер етті аденилациклазаны, и сосын жаңағы, яғни қан кетіп атқанда тромбоциттің агрегациясы болу керек. И сосын CMAF уже ары-қарай ыдырап кету керек. Яғни бәрі не істеу керек қой, адам туылғанда да и сосын өледі. Тура сол сияқты бүкіл заттарды бастады, сосын соңы болу керек. CMAF-та солай, CMAF 5 аммиафқа ыдырайды, оны ыдырататын фосфодиэстераза. Осындай механизмдермен бізде тромбоциттің несі болады, агрегациясы жүзеге асады. Сосын бізде ЕНО деген бар, эндотериден бөлінетін ЕНО. Осы ЕНО арқылы бізде яғни тромбоциттеріміз тоже активсіз күйде осы ЕНО-да жасайды. Сосын біздің ағзамызда, яғни бүкіл тамырларымызда осы ЕНО вазодилатация жасайды, ашып жібереді, давлениені түсіруге осы ЕНО-да қатысады. Енді препараттар. Аспирин бізде СОК1-ді тежеп тастайды. СОК1-дің тежегіші көрдіңіздер ғой, СОК1 тежеп тастайды. Сосын тромбоксан А2 бөлінбейді. Тромбоксан А2 бөлінбесе, бізде 2В, 3А гликопротеин уже әсерленбейді. Осылай әсер етеді. Клопидогрил уже бізде не істейді? Пуринергиялық рецепторды тежеп тастайды, АДФ-ті. АДФ тежесе, біз аденилациклазаны тежей алмайды.
аденилацикалаза ол цмф арқылы кальцийдің деңгейін төмендетеді. Кальций деңгейі төмендесе гликопротеиндік слэш тоже болмайды. Яғни тромбоцит агрегациясы болмайды. Осылай әсер етеді клопидогрил. Осы антагонисті, пуринерген рецептор антагонисті. Сосын дипиридамол фосфодиэстеразан тежегіші. Осылай әсер етеді. Осы тежелсе, CMF бізде көп өмір сүреді. Кальций деңгейін тоже түсіріп тастайды. Сосын агрегация болмайды. Сосын апсиксимаптира, фибонептифибатит бізде прямой әсер ететін негізгі зат. Көрдіңіздер ғой, прямой тромбоциттің агрегациясына әсер етеді. Енді аспирин, клопидогрил, дипиридамол олардың әсер етуі қайтымсыз. Өйткені бізде тромбоцитте не жоқ, ядро жоқ. Сүйектің қызыл кемігінен осы механизмдердің бәрі кодталып бері қарай шығады. Яғни бізде жаңағы ұзын сүйектер, қызыл сүйек кемігі болады ғой, содан уже тромбоцит, осылардың механизм бәрі шығады. Сосын бізде тромбоцит өз жасай алмай қалады. Мына механизм бітті, жойылса аспиринмен, ол уже 7-10 күнге дейін уже не істейді, тромбоцит өмір сүру уақытын тоқтатқанға дейін әсер ететін негізгі заттар бұлар. Ал апсиксимаптира, фибонептифибатит олай әсер ете алмайды. Өйткені мына процестер үзілген жоқ, сосын мына итокты шығарып алады. Енді бізде аспирин қалай әсер етеді? Әсер ету механизм осындай 4 пунктпен оқысаңыздар өте форманы тиімді. Ток бір тежеу арқылы тромбоксан А2 синтезін бұзып, тромбоциттер агрегациясын бодартқызбайды. Көрсеткіштер қай кезде қолданамыз? Тұрақты емес стенокардияларда, қайталамалы инфаркт миокардиясының алдын алу үшін, ишемиялық инсульт профилактикасында, эклампсия, преэклампсия алдын алу үшін. Жанама әсері қан кетулер, ультразиогендік әсері бар, синдром Рея, темір жетіспеушілік анемиясы. Аспириннің бір жаманы ол асқазан язва сүлектен простагландин тежеліп тастайды. Простагландин тежелгеннен кейін бізде ол уже асқазан язвасына келеді. Өйткені простагландин Е деген топ бар біздің асқазанымызда. Осы простагландин Е тежелгеннен кейін уже шырышты қабат тесіліп язва болады. Жанама әсері айттым мен, қандай біз күтпеген әсері ғой. Біз мына ток бірді күттік, осындай тромбоциттің агрегациясы болмайды, ал жанама әсер біз күтпеген әсер. Қан кетулер болады деген сияқты. Қарсы көрсеткіштер қай кезде қолданылады? Жоғары сезімталдық, тромбоцитопения, геморрагиялық диатез, асқазан 12 ішек ойық жаралар, бронх демікпесі. Бұл яғни аспиринді бұл кезде берсек, уже бүкіл механизм істейді. Қайтадан біз науқастың жағдайын одан ары жаман қылып алуымыз мүмкін, сондықтан бермейміз. Енді клопидогрил әсер ету механизм пуринерген рецепторға әсер етіп, АДФ пен гликопротеин байланысын үзіп, тромбоциттер агрегациясын тежейді. Және де коронарлық артериялардың спазодилатациясына қатысады. Көрсеткіштер аспиринмен комбинациялы қолдануға болады. Бұлайша бірінші аспиринді береміз ғой негізі. Аспиринге қарсы көрсеткіштер болғанда біз ауыстырып клопидогрилді қолдануға болады. Аспирин науқас көтерілмаса, осы препарат тиімді. Инфаркт миокарда, без подъема, СТ, с подъем сегменті СТ, яғни инфаркт миокардасына береміз. Жанама әсерлер, біз күтпеген әсерлер, қан кетулер, тромбоцитопения, нейропения, тромбоцитопения, пурпура, гематома болады. Қанама қарсы көрсеткіштер, белсенді қан кету, бауыр жеткіліксіз жүктілік. Сосын дипиридамол әсер ету механизм, фосфодиэстеразан тежеп, CMF бұзылуын азайтып, гликопротеин активтенуіне кедергі жасайды. Көрсеткіштері аспиринмен комбинация қолдануға ғана тиімді, бұлайша жалғыз өзін қолдану эффективті емес. Бірақ кезде қолданамыз ол, яғни жүректің ишемиялық анықтау үшін, жүректің ишемиялық ауруын анықтау үшін біз стресс тестке қолданамыз. Сол үшін ғана қолданамыз. Жанама әсер аритмия, сосын егер ИБС тестін анықтаймыз, сол кезде синдром обградывания коронарных сосудов болады. Оны интернеттен қарап аларсыздар деп ойлаймын. Қарсы көрсеткіштер жедел миокард инфарктісі, субарутальный стеноз, хобл, бүйрек жеткіліксіздігі, бауыр жеткіліксіздігі болады. Енді апсиксимап әсер ету механизмі, антиагрегант бірден гликопротеиндерді әсер ету арқылы тромбоциттер агрегациясын тежейді. Фибринолитикалық әсер етеді кейде. Көрсеткіштері жүректің ишемиялық ауруын профилактикасы үшін тромб түзу жағдайларында. Жанама әсері қан кетулер, гипотензия, тромбоцитопения, отек легких, аритмиялар. Қарсы көрсеткіштері қанауға бейімділік, цереваскулярлы бұзылыстар, хирургиялық араластардан кейінгі қолдануға болмайды. Бұл яғни антиагреганттарды біз тек профилактика үшін береміз, сол өте тиімді. Енді алдыда болатын антикоагулянттар, фибринозге қарсы заттар, олар уже осындай жағдайларда береміз. Яғни әр препараттың өзінің қолдану ерекшелігі бар. Соның бәрін алдыңғы тақырып